Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендеріміз. Біз бүгін мына Нұр-Марак университетінің NM Media студиясындамыз. Ашығын айтқанда подкастымызды түсірудеміз. Бүгінгі мына студиямыздың қонағы Тұңғыш Абылов Нұр-Марак университетінің оқытушысы, әрі PhD доктор, сондай-ақ Нұр-Марак университеті жанындағы діни экстремизмге қарсы іс-қимыл академиясының директоры, теолог Тимур Нүсіпханұлы. Қош келдіңіздер студиямызға. Бүгінгі әңгімеміз енді тұңғыш ұстаз, ислам тарихшысыз, жалпы тарихқа біраз ой жүгіртіп, сол жаққа барып айтсақ деген ой бар. Әлбетте де тарих деген кезде қазір уақытта қоғамдық проблемаларда назардан тыс қалмау керек. Қазір уақытта белгілі өзін тәңіршілмін деген тәңіршілдік дүниетанымы, түркі дүниетанымы, біздің тарихымыз осы тәңіршілдік дүниетаныммен тығыз байланысты деген секілді сөздер айтатын, уәждер айтатын бір белгілі бір топтар пайда болды. Жалпы бұлардың айтып жүргені қаншалықты қисынды. Біз тарихқа үңілсек, біз қай уақыттан бері тәңіршіміз, қай уақыттан бері мұсылманбыз. Тәңіршілдік дүниетанымның жалпы біздің әлі күнге дейін бұл қайтадан басын көтеріп жаңғыртатындай бір дүниеміз жоқ па деген мәселеге бір тоқталсақ. Рахмет шақырғандарыңызға. Жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Жақсы жоба жүріп жатыр екен. Енді бұл тәңіршілдік деген атаудың өзі де жаңа пайда болған атау. Түркілердің өзінің діні болған, исламға дейін бірақ бір ғана дінді ұстанбаған, түрлі діндерді ұстанған өзінің тарихында. Тіпті кейбір діндер, мәселен буддизм, манихеизм сияқты, иудаизм сияқты мемлекеттік дәрежеде ұстанылған, яғни билеуші әулет сол діндерді ұстанған. Яғни түркілер өздерінің тарихында бірнеше дінді ұстанған деп толық айта аламыз деректерден. Енді бұл тәңіршілдік деген қайдан шығады? Тәңір сенімі деген болған. Тәңір сенімі төңірегінде қалыптасқан бір белгілі бір сенім жүйесі десек болады. Табиғат культтері не сенген, ата-баба культі болған. Бұл енді бұл атауға, бірақ бұл осы сенім жүйесіне тәңіршілдік деген атау кейіннен қойылды 20 ғасырда. Тенгрианство, тенгризм деген сияқты атаулар шықты. Енді бұны қайта жаңғыртамыз дейтін қоғамда кейбір тұлғалар бар, кейбір топтар бар. Бұл енді бұны дінтану ғылымында неопаганизм дейді, бұндай атауға, бұндай құбылысқа. Жаңа пұтшылдық деп аударылып жүр ол. Бұл енді тек қана біздің Қазақстанда немесе осы Орта Азиядағы бір көрініс емес, құбылыс емес. Ресейде де бар бұл, және басқа да елдерде бар. Неоязычество дейді, неопаганизм дейді. Мысалы Ресейде православиялық христианды қабылдағанға дейінгі діндерін, діни сенімдерін қайта жаңғыртамыз дейтін топтар бар. Ондай бар ол жақта да. Раднаверы дейді, жаңағы Анастасия дейді, тағы басқа сондай культтер бар. Осындай ескі діндерді ұмытылып, ешқандай бүгінгі сабақтастық жалғасып келмеген діндерді қайта жаңғыртамыз дейтін сондай бір ұстанымдар, көзқарастар, құбылыс бар ондай. Бізде де дәл сондай, 90-шы жылдары бұл осы тақырып көтеріле бастаған тәңіршілдік тақырыбы. Тәуелсіздік алғаннан кейін әр қайсысы, әр мемлекет кеңес одағынан шыққан өздерінің мәдениеттерін қайта қалыптастыру, сол мәдениетін іздеу, тарихын іздеу сияқты бір сондай бір ізденіске түсті. Сол кезде бір топ адамдар осы көне түркілердің діні, соны қайта жаңғыртуымыз керек. Соны қайтадан жаңағы насихаттауымыз керек дегенді айтты. Тіпті ол академиялық салада да, мысалы кейбір ғалымдар да сол тақырыпта кітаптар жазды. Бұның енді қазіргі кезде бұлай қатты белсенді болып жатқаны мына интернетпен байланысты. Интернет, әлеуметтік желілерді пайдаланады, сол арқылы түрлі өздерінің көзқарастарын насихаттап жатыр да. Ал енді бұл сол тәңіршілдікті жандандырамыз деген қазір өте қиын. Ол енді мүмкін емес деуге де болады. Неге? Себебі ол дін жалғаспады. Қазақ халқының діни танымында, діни дүние танымында
оның бір элементтері қалған болуы мүмкін, бірақ ол дін толық сақталмады. Қазақтар ғасырлар бойы ислам дінін ұстанып келе жатыр. Ол қазақ болмай тұрып ислам дінін ұстанды десек болады. Яғни қазақ деп аталмай тұрып, осы территориядағы халық ислам дінін ұстанды. Демек, бұл жерде оны қайта жаңғыртамыз дегендер, оны бір жерден алу керек, ол тәңіршілді қайдан алады? Сол жаңағы тарихи деректерде там-тұмдап сол жерден жинастырып, содан бір сенім қалыптастыруға тырысады. Немесе көрші мынау біздің басқада Сібірдегі түркі қауым бауырларымыз бар ғой. Алтайлықтар, сақалар деген сияқты. Солардың сенімнен алғысы келеді. Соларда сақталған деп ойлайды. Бірақ шын мәнінде оларда да сақталмаған. Оларда да олардың діни сенімі өзгеріске ұшыраған. Буддизмнің, христиандықтың әсерінен. Сондықтан оны деректерден де дін құрастыра алмайсыз. Басқалардан да көшіріп алып келе алмайсыз. Сондықтан тәңіршілдік деген қазіргі кезде айтып жүрген әр кімнің өзінің ойында бір тәңіршілдік бар. Мынау нелерде танымал өкілдерін қарасаңыз интернеттен бір-біріне сәйкес келмейді айтып жатқандары. Енді олардан сұрайсыз ғой, бұл қалай мүмкін емес қой, қайта жаңғырту. Сіздер әртүрлі айтып жатсыздар. Қалай ол? Олар да айтады да, енді мұсылмандарда түрлі мазхабтар бар ғой дейді, түрлі ағымдар бар ғой. Олар да бір-біріне қарама-қайшы айтады ғой деген сияқты, осыны өзінше дәлелге келтіреді. Бірақ мұсылмандықта, исламда қайнар көздер бар да. Құран бар, хадистер бар, пайғамбар сүннеті бар. Соған жүгініп барып, кімнің дұрыс, кімнің бұрыс екендігін айтуға болады. Бұл жерде ешқандай ондай мүмкіндік жоқ. Келмейді, салыстыруға келмейтін дүние. Сондықтан да енді қиындау енді бұл біздің қоғамда бір бөлуге, біздің діни тұтастығымызды бөлуге бір әрекеттердің көрінісі десек болады. Бұл тәңіршілдік туралы қазір айтып жүрген әңгімелердің сарынынан соны байқаймыз. Енді тұңғыш ұстаз, өзіңіз негізгі діни біліміңізді осы Қазақстандағы діни ілімнің қара шаңырағы болған Нұр Мүбаракта осы жерде меңгердіңіз, үйрендіңіз. Кейін ары қарай ізденіспен дамыту мақсатында бауырлас Түркияға барып, ғылыми негіздегі Анкарадағы үлкен сан ғасырлық тарихы бар университетте тек осы ислам тарихы бағыты бойынша докторлық қорғадыңыз. Жалпы бізде енді дін танушы, ислам танушы деген кезде халық арасында молда деп түсінеді. Теолог деген ұғымды да көп түсінбейтін. Кезінде алғаш Алматы облысында қызмет етіп жүрген кезімізде Нарынқол деген жерге бардық. Қазір Райымбек, Кеген ауданында екіге бөлдік. Сосын ашық есік күні деп халықпен осы толғандырған діни көкейкесті сұрақтарына жауап беру мақсатында бір іс-шара өтті. Бұдан бір кішкене егде жасқа келген қарттарымыз келіп бір-бірінен сұрап отыр енді. Біз мына жақта сөйлеп жатырмыз. Кім кепті облыстан? Геологтар келіп. Кім геолог па? Жоқ, геолог емес, теолог. Не ол теолог дегенде? Теологтық түсінік, теологиялық тақырып ол кездерде осы 10 жылдықтың өзінде білінбейтін еді. Енді осы түрлі теріс діни ағымдарға қарсы осы өзіміздің негізгі дәстүрлі ұстанымызды, құндылықтарымызды қорғау, сол зиянды топтардың зардабына түскен азаматтарды қайтару мақсатында жұмыс жасайды ғой енді. Тұңғыш ұстазда осы республикалық ақпараттық түсіндіру тобында теолог ретінде әр өңірлерге барып жұмыс жасап жүр. Жалпы ислам тарих докторлық қорғаған маман ретінде қазіргі мына тәңіршілдік түсінігін ары қарай лаулатып отырғандар көбінесе егде жастағы, үлкен кеңестік кездегі санасы кейбір уланған, сол ақпараттармен толыққан адамдарды көреміз. Мен тәңіршімін деп кеудесін керіп жүрген жастарды көп байқамаймыз. Демек, тәңіршілдік қазіргі кезде жастар арасында бір аса қатты бір тақырып емес секілді көрінеді. Және де біздің тәуелсіздік жылдардан кейінгі жазылған тарихи оқулық кітаптарымызда осы қай жағына басымдық беріп жазылған, сіз маман ретінде зерттедіңіз ғой. Мына біздің мектепте оқылып жатқан оқулықтар болсын. Одан кейінгі мемлекеттік бағдарлама аясында зерттеліп аударылған қазақтың шынайы тарихын, тарих деген кезде бұл жерде тек
жорықтарға не қамтылмайды ғой. Дәстүрі, мәдениеті, біздің әдебиетіміздің өзі ең үлкен қайнар көз тарих кітаптары ғой. Мақал мәтеліміздің өзі тарих кітаптары. Осыны бір тарқатып, тұңғыш ұстаз ашып айта кетсеңіз. Бірінші кезекте мынау ислам тарихы ғылым саласы ретінде қалыптасу кезеңін айтатын болсақ, енді ол да беріде ислам тарихы. Бірақ әрине ислам тарихқа қатысты мұсылмандар көптеген еңбектер жазған. Орта ғасырларда үлкен ғұламалар бар. Бірақ оның атын ислам тарихы деп айтпағанда, ол адамзаттың тарихы. Ол да өздерінің тарихын адам атадан бастайды. Енді классикалық еңбектер солай. Еуропада да сол. Бүкіл әлемде сондай, бүкіл әлемде сондай. Бірақ кейіннен енді мынау позитивизмнің әсері бар. Ғылымның жаңа классификациясы жасалған кезде бұл жерде ислам тарихы деген пайда болды. Енді ол қарайтын болсақ, ол жерде пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам заманнан бастайды. Жахилия кезеңін айтады, пайғамбар заманы, одан кейінгі мұсылмандар құрған мемлекеттердің тарихы айтылады. Аббасилер, әмәуилер, османдықтар, селжұқтар, тағы басқа мемлекеттер. Енді осы жерде біреулер бір кісілерден осы жолда да әңгімелесіп қаламыз ғой, енді түрлі кісілер кездеседі. Сонда айтады да, қандай сабақтан бересің? Ислам тарихы. Арабтардың тарихын үйретесіңдер ме дейді. Ол тек қана ислам тарихы, арабтардың тарихы сияқты бір өздерінің көзқарастары бар да, ол дұрыс емес. Стереотип бұл енді. Немесе пайғамбар өмір баяны, тек қана сондай тар түсінік бар ғой. Тек қана пайғамбар өмірмен шектеп қоятындар да бар, мысалы. Бұл жерде мынаны түсінбей жатады да, ол ислам әлемдік дін. Ол тек қана арабтарға келген дін емес. Бүкіл анау Индонезиядан бастап, енді тарихи таралу аймағын айтатын болсақ, батыс Африкаға дейінгі жердің түгелдерлік кәдімгі тарихи автотохтонды халық сол жерде исламды ұстанып келе жатыр. Демек, олардың тарихының бәрі исламмен байланысты. Оның бәрі ислам тарихында қарастырылады. Оның ішінде біздің түркі әлемі, оның ішінде қазақ халқының тарихы исламмен тікелей байланысты. Басым көпшілігі осы түрік халықтарының әрине, түркілердің ислам тарихындағы рөлі өте үлкен. Өте үлкен. Ол же селжұқтардан, одан басқа мәмлүктер бар, ихшидилер, тулунилер дейді. Көп енді. Олардың бәрін айтып жатып бітіре алмаймыз енді, шыны керек. Ол демек, ол түркілердің тарихы исламмен тығыз байланысты. Оның ішінде қазақ тарихын алып келетін болсақ. Қазақ тарихында ислам үлкен рөл ойнаған. Хандарымыздың көпшілігін Нақшбанди тарихаты пірлерінен қол алған, соның тәрбиесін алған адамдар екендігін деректерден көреміз. Одан кейін қазақтың фольклоры бүкіл тола ислам элементтерге. Бұқар жырау не дейді? Бірінші тілек тілеңіз, бір Аллаға жазбасқа. Бесінші тілек тілеңіз, 5 уақытта 5 намаз, біреуі қаза қалмасқа. Одан кейін біздің жырлар, дастандарымыз, ертегілеріміз барлығы исламмен тікелей байланысты. Бұрынғы өткен заманда дін мұсылман аманда деп басталады. Барлығын солай енді исламнан ажыратып көрсету мүмкін емес, шыны керек. Бірақ қазіргі кезде сол тәңіршілдер нені айтады? Кейбір деректер бар. 19 ғасырда, 18 ғасырда жазылған орыс саяхатшылар бар. Солар келіп енді біздің этнографияны зерттейді ғой, енді біз осы жерде халықты зерттейді. Сол кезде бұл жердегі халықтың дала көшпелілерін зерттейді көбінесе. Сол жерде айтады, қазақтар исламды дұрыс ұстанбайды деген сияқты. Ол енді олардың субъективті пікірі шыны керек. Енді ол қазақ даласындағы исламды Орта Азиядағы қалалық отырықшы мәдениетпен салыстыру мүмкін. Бұл жерде өзіндік бір ислам мәдениеті қалыптасқан. Қазақтар өзін мұсылман деп таниды. Бірақ бұл жерде барлығы бірдей солай деп айтуға болмайды. Орыс зерттеушілерінің арасында Радлов бар да, мысалы. Радлов айтады, қазақтар фанатичный мұсылман дейді. Сондай дәрежеде мұсылман дейді. Яғни бұл осы жақында ғана мұсылман болды деп айтқан сөзде дұрыс емес дейді. Ол өз 1860 жылдары келгенде, 60-70 жылдар аралығында келген. Сонда осы Қазақстан территориясын аралайды ғой. Сонда қазақтардың діни танымы, түсінігі бәрін зерттеген. Енді жаңағы тәңіршілдердің жүгініп отырған авторлары
да осы сол кезеңде. Бірақ олар анау көбінесе оларға саясат әсер еткен сияқты. Орыс империясының, Ресей империясының саясаты. Ресей империясының саясаты қандай еді? Оны басқа зерттеушілер де, тарихшылар да айтып жатыр қазір. Осы қазақ территориясында, Қазақстан территориясында халықты мұсылман емес, шаманист халық ретінде көрсетіп, сол арқылы христиан миссионерлігін жаю, христиандықты тарату, сол көзделген дейді. Демек, бұл жердегі жаңағы қазақтың мұсылмандығына қатысты айтылған пікірлерді кішкене сын елегінен өткізуіміз керек. Одан кейін оларда енді жалпы батыс өркениетінің, Европаның ол кезде басқаларға жоғарыдан қарап тұрған кезеңі ғой енді. Ғылым, технологияда олар үстемдік етіп тұрған кезеңде олдай деңгейге жетпеген халықтарды жабайы деп есептеді. Қазақ халқына да көзқарастары сондай болды. Сондықтан оларды объективті деп қабылдай алмаймыз. Қазақтың, мұсылмандың қазақтан артық білетін жоқ деп ойлаймыз. Яғни қазақтың фольклорынан, жақ тарихынан оны анық айттық жаңа мысалдармен. Сондықтан ол жерде енді оларды енді толық тарихи жаңағы дәлел ретінде көрсету де дұрыс емес. Яғни сол кездің өзінде де енді 19 ғасырдың соңғы жылдарында да негізгі бұл проект ретінде қазақтың даласына енгізбекші болды ғой. Илимскийлердің де сөзі бар. Қазақтарға сендер мұсылман емессіңдер, сендердің діндерің басқа, ата-бабаларың тәңір дінін ұстанған деп түсіндіру қажет дейді. Бұл ұғым толық орныққан жағдайда ғана оны христиан дініне кіргізу оңай болады деген саясат жүргізді. Енді өкінішке қарай біздің тұлғаларымызда да мәселен Шоқан Уәлихановтардың да сол кезде бұл проектіге құрал болып қалғандығы ақиқат. Мәселен сол кезде біраз мақаласы жазылды, Сахарадағы мұсылмандық туралы деген мақаласында да осы мәселені, яғни неге орыспен арадағы достық қарым-қатынастың тығыз орнауына кедергі мұсылманшылық деп. Кезіндегі татарлардың да мәселен бізден бәрібір бір бармағын бөліп тұруына да ислам діні себепкер болып отыр. Дін исламды алған жағдайда біз етене жақын боламыз, және оның артынан христиандандыру саясаты, шоқындыру саясаты оңай жүзеге асады деп осы проектіні кезінде қолданған секілді де, бірақ қазақтарға бәрі бұл сәтті жүрмеген жоба секілді. Бірақ басқа түрік халықтарына, мәселен жаңа буряттарға, сібір халықтарына бұл әлде сәтті жүрген жоба тәрізді. Иә, сәтті жүрді. Себебі қазір ойлайсың енді бәлкім мәселен осы саяси жағдай, мәселен біздің түрік халықтармен жақындасып, көршілермен біраз ортадағы қарым-қатынас, достық қарым-қатынасына сызат түсе бастаған, немесе алшақтай бастағанда да қайтадан осы бір проектіні жандандыру деген мәселесі бар. Солай сияқты көрінеді. Енді бұл да артында саясат тұруы мүмкін. Жоба деп айтып жатырмыз, көп елерден медиа жаңағы ақпарат құралдарынан сондай сөздерді естиміз. Енді оның анық-қанығын біз ешқашан біле алмаймыз. Шыны керек, түркі халықтарының енді қазіргі кезде тәуелсіз түркі халықтарының барлығы дерлік ислам дінін ұстанады. Басқа елдердің бұдан жаңағы несінде солардың құрамында өмір сүріп жатқан түрік халықтары бар. Енді олар да өздерінің сенімдерін қайта жандандыру, сондай іс-әрекетіне кірісуде қазір. Біреулері мысалы жаңағы Якутияда, Саха республикасында, сол жерде тәңіршілдіктің неотенгризм сол жағын мемлекеттік деңгейде кәдімгідей дін ретінде тіркеп қойды. Олардың сенімі ретінде қалды. Енді бұл жерде тәңіршілдер мынадай нәрсе айтуы мүмкін да. Түркі халықтардың барлығы мұсылман емес қой. Олардың ішінде христиандар да бар, олардың ішінде басқа буддисттер де бар. Олардың басын біріктіру үшін не істейміз? Ол діндерге дейінгі түркілердің көне діні, яғни тәңір сеніміне қайтуымыз керек деген сияқты пікірді айтады. Ортақ түсінігінде қайта жандандыруымыз керек дегенді айтады да енді. Ал енді оның мүмкін еместігін көріп отырмыз да. Ол қалай болады десеңіз, олардың өзіндік жобалары бар да енді. Жаңа руна жазуын үйретіп бастайды, одан кейін сол тәңір сенімін насихаттайды, қалай болған өздерінше жаңағы өз қал-қадерінше түсіндірмекші да олар нелер деп жаңағы тәңіршілік осындай болған деген сияқты. Ал енді ол қазір қарап отырсаңыз көп қолдау таппай отыр түркі елдерінде. Одан басқа, яғни түркі халықтарының одан басқа проблемалары жетерлік та.
түркі халықтарының арасында жаңағы мәдени байланыстардан бөлек басқа салаларда қажеттіліктер бар, олардың басын біріктіруге себеп болатын. Бірақ тәңіршілдер осыны тәңіршілміз деп жүрген адамдар керісінше осы бірлікке сызат түсіретін кейбір әрекеттерді жасап жатқан сияқты көрінеді. Керісінше болып жатқан сияқты. Бірлік емес, алауыздық тудыратын дүниелерге барып жатыр. Себебі бір халықтың өзі ғасырлар бойы ұстанып келе жатқан дінін ол сенің дінің емес деп көрсетіп, ол халықтың ішінде алауыздық тудырып жатыр да, басқаларын айтпағанда. Яғни сол үшін де бәлкім мынау қазіргі уақытта исламофобиялық бір пікірлерді кәдімгідей қоғам арасына тастап, арапсың, арап құлсың деген мәселелерді айтып отыр. Тарихқа көз жүгіртсек мәселен, бұл мүмкін бе жалпы арап құл болу, ислам ұстанған? Біздің түркілер мәселен арап болды ма? Қаншама ғасыр билесе де араптарды мәселен? Әрине арап болған жоқ. Оны керісінше арабтарға түрік тілін үйреткен олама бізден шықты. Махмуд Қашқари. Диван-ы лұғат атты түрікті арабтарға түрік тілін үйрету үшін жазған сөздік кітап. Енді бұл ислам келгеннен кейін қазақ даласында мысалы Яссауи феномен айтамыз ғой. Яссауи түрік тілінде насихаттады. Дивани хикмет түрік тілінде. Қарахан мемлекеті кезінде қаншама біздің территориядан үлкен ғұламалар, ғалымдар шықты, көпшілігі түрік тілінде жазды. Яғни сол заманның тілінде, ұлттық тілінде. Ешқайсысы араб болып кеткен жоқ. Арабтың өзінің салты бар, түркілердің, түркі халықтарының, үшін қазақтардың өзінің салты бар, дүниетанымы бар. Бірақ дін ортақ. Дін бір ортақ шаңырақ сияқты. Оның ішінде әрқайсының өзінің бөлмелері бар. Әрқайсысы өзі бөлек өмір сүріп жатыр. Бір-біріне әсер еткен жоқ. Енді мынандай түсінікте дұрыс емес та, жаңағы арабтың тарихын айтасыңдар дейді да. Ол жерде бір белгілі бір дәрежеде шындық та бар. Кезінде енді имамдарымыздың сауаты жеткенше дінді түсіндірді. Сол кезде көбінесе енді жаңағы пайғамбардан басқа енді сахабалар айтты, риуаяттар негізінде түсіндірді ғой енді дінді. Сол кезде оқыған сол болды. Дәстүрге көп, біздің әдебиетімізге, дәстүрімізге, тарихымызға көп жүгіне бермеді да. Сосын тыңдаушы, жамағат ойлады. Бәрі арабпен байланысты екен ғой деген сияқты. Біздің тарихымыз байланысы жоқ екен ғой деген сияқты бір көзқарас туындап қалуы мүмкін. Бұл өз кезегінде жаңағы ұлтшылдық сезімін, одан әсіре ұлтшылдыққа себеп болды. Біздің ислам жаңағы қазақ тарихына ешқандай қатысы жоқ сияқты бір көрініс туындады. Бұл яғни белгілі бір дәрежеде дін мамандарының кемшілігі. Осыны енді қолға алу керек та. Тарихымызбен, әдебиетімізбен барлығын сонымен байланыстырып түсіндіру керек. Дін мен дәстүр көтеріліп жатыр ғой, бірнеше жылдар бойы көтеріліп келе жатыр бұл мәселе. Себебі осы проблема болғандықтан, шешу үшін осы проблема. Сондықтан және мына исламофобия осы тәңіршілдіктің неғылуына, кең насихатталуына ол осыда себеп болып жатыр. Исламнан шошу. Түрлі енді медиа құралдарда исламды кезінде терроризммен байланыстырады, радикализммен байланыстырады. Оның белгілі дәрежеде несі де бар, шындығы да бар, радикал топтар бар, мұсылман атын жамылған, түрлі теріс ағымдар бар. Бірақ бұнымен бүкіл исламды қаралауға болмайды ғой. Біздің тарихымызбен, мәдениетімізбен астасып байланысып кеткен, дәстүрімізбен байланысып кеткен дінді радикалды ағымдардың кесірінен түгелдей сызып тастау, ол тарихқа қиянат, ұлтқа қиянат болып саналатын сияқты. Меніңше бұл тәңіршілердің миссиясы барлығын тәңірші қылу емес, тәңірші де қыла алмайды да. Өйткені өзіндік бір қалыптасқан жүйесі, білімі, кітабы, медресесі, оқу орны деген секілді жоқ. Бола да алмайды да. Өйткені оған негізделген бір оқулықтар да жоқ. Меніңше жаңа жақсы айтып кеттіңіздер, мына кеңестік жүйеде өздерінің сан ғасырлық патшалық қиын саясатқа да қарамастан
сол кездегі жасалып жатқан озбырлыққа да қарамастан өз діндеріне берік болды ғой. Осыны ыдыратып миссионерлік жаңағы түсінікті сіңіру үшін тәңіршілік түсініктерін кіргізді ғой енді. Енді қазіргі қоғамдағы тәңіршілердің мақсаты да мынау исламға жастардың қызығушылығы, қазіргі кезде мысалы имандылық, жұма намазына баратын болсаңыз, қатты суыққа қарамастан, жауынға қарамастан нөсерлі, үстіндегі киімін жайып жеріп, енді бізде алып қалаларда мешітте аз ғой. Өзім жұма намазын мешіттің ішінде қашан оқыдым есіме түсіре алмаймын да, өйткені жұмыс уақытымен қатар келеді, жылдам оқып жұмысқа бару керек деген секілді үнемі сыртта тұрамыз. Сыймаймыз. Басым көпшілік жастар. Енді осы қызығушылықты ары қарай жастардың иманды болып кетуін, діндар болып кетуінен қорыққан бір топтар, белгілі бір күштер сәләфизммен бір көрді. Болмады. Мемлекет шара қабылдады, терроризм деді, оңалту деді. Әртүрлі жағынан, мысалы, оңалту жұмысы, мынау бауырлас Түркия болсын, көршілес елдерде болсын, көп орындалмаған жұмыстардың бірі. Оларда оңалту орталықтары, оңалту жұмыстары деген жоқ. Мысалы, өйткені біз қазақ халқы өзінің дәстүрінде бірден қателік жасаған, қателікке ұрынған адамды абақтыға жаппайды. Абақты да болмағанда. Ақыл сөзге тоқтаған халықпыз. Оңалту деген сөз арқылы олардың түсініп жүрген сөзінің қате екендігін, дұрыс түсініктегі сөздің мынау екендігін түсіндіру мақсатында жасалып жатқан жұмыс қой. Мысалы, барамыз, ей бауырым, сенің айтып жүрген сөзің қате. Қай жерде сенің айтылған дәлелің? Негізгі түсінік мынау деген секілді, енді сәләфизммен ақыры мақсаттарына жете алмады. Енді ары бері қарап, тұңғыш ұстаз айтқандай, күллі түркінің сонау алғашқы кездердегі наным сенімдік дәуірлердегі түсінігі болған тәңірлік деген, тәңіршілік деген бір түсінікті әкеп, осыны жаю арқылы өздеріне бір тәңірші қылу емес, исламды қаралап, діндарлықты азайту. Қазір осындай бұлардың жасалып жатқан жұмысының нәтижесінде тәңірші болып кетіп жатқандар деген бір не жоқ, статистика жоқ. Керісінше, қазір қоғам, ата-ана діннен қорқып қалды. Қазір имандылыққа келсе, дінге қызығушылық танытса, ата-ана үрейленіп қарайтын болды. Мысалы, бізге оңалту саласына келеді түрлі ата-ана, соның бірі 7 оқитын бір қыздың анасы. Бармаған жер жоқ. Неге? Қызы интернет арқылы бір жақсы уағыз тыңдай бастаған. Әрқайсымыз ата-ана ретінде баламыз мультфильмге телміріп отырғаннан, түрлі ойынды ойнап отырғаннан, бір танымдық, рухани жақсы сұхбат жаңағындай тыңдап отырса, оны барып тоқтатпаймыз ғой. Жақсы, дұрыс екен деп. Әрбір ата-ана мынау жаһандық қоғамның ішіндегі, тіршіліктің ішінде тәрбиені бере алмай отырған біз, күйбең тіршілік, ана да, әке де жұмыста, баланы балабақша тәрбиелеп жатқан заманда имандылыққа бағытталса, біз қуана құптаймыз. Содан жақсы нәрсе ғой деп кедергі келтірмедім дейді. Содан жақсы, кейін ана осындай семинар, уағыз болайын деп жатыр. Соның тек интернеттен онлайн емес, офлайнына барып қатыссам деп рұқсат сұрады. Жақсы балам, бара ғой, сыйлығымды беріп жібердім дейді. Тыңдап жүрген ұстазына. Бірақ ата-ана білмейді. Ол қандай уағыз тыңдап жатыр. Кім оған насихат айтып жатыр. Сол үшін ары қарай барды, сабағында немқұрайлық басталды, мінезі өзгере бастады дейді. Ағылшынша курсқа барам деп, арабша курсқа, немесе өздерінің жаңағы уағыздаушы топтардың дәрісіне көп бара бастады дейді. Ақыры бірнеше айда қызымды танымай қалдым дейді. Сабаққа бармайды. Керек емес маған ол жердегі білім. Қажет емес, өліп қалам ертең. Химия, география, физика не керек маған? Осы оқимын, өздерінің берген кітабын. Ол маған жеткілікті. Ағылшынша не істеймін? Телевизор көрмейді. Мынаның ішінде бір жақсы нәрсе бар ма? Мама қараңызшы. Барлығы бір қайдағы жоқ ақпарат. Мынау көруге болмайды, харам. Мынаны да ұстауға болмайды. Бұл да харам. Менің алдыма қойған еңбектеніп әкелген асымды да жемей бастады дейді. Неге? Сен Алтын Ордадан әкелесің етті.
қалай бауыздады, қайдан әкелді, алтын ордаға ет қайдан келді, ол харам. Енді қарны ашады ғой, барады да дүкеннен роллтон әкеліп жейді дейді. Қазір роллтондардың өзінде халал деген бір роллтондар шығып жүр. Сонда менің ана еңбектеніп тапқан асымды жемейді, мына жақтағы бір роллтон артық болып тұр. Енді бұл бала сабаққа да бармайды. Ата-ана қарсы. Бұны қандай дәрігер, қандай дәрі, қандай маман көмектеседі. Анау психологпыз деп қазір халыққа кеңес беріп жүрген тұлғалар көп әлеуметтік желі. Бірнешеуіне апарып, жоқ біз сөйлесе алмаймыз. Имаммен апарып сөйлестірейін десе, еркекпен сөйлесуге болмайды, харам. Имаммен де сөйлеспейді. Ақыры осындай Нұрмұбарактың жанында діни экстремизмге қарсы академия бар екен, жат ағымға қарсы жастарды сауатты болу мақсатында жұмыс атқарады деп естіп келіп, біз де осы саладағы мамандармен жүздесіп, бірнеше ай жұмыс жасап, ол қарындасымызды бетін бері қарай қайтардық. Енді бұл жердегі мәселе, тәңіршілдік болсын, осы исламфобия, исламды құбыжық, қорқыныш діні ретінде әртүрлі қазір имамдардың уағызындағы жазбаларды кесіп алу. Тіпті мысалы сонау кездегі, өйткені біздің дәстүріміздегі қазақтың, Абайдың, Шәкәрімнің, Мәшһүр Жүсіптердің сөздерінен ағаттық таба алмайды. Өйткені олардың түсінігі тәңіршілік емес, таза исламның саф түсінігі. Қазіргі осындай әлеуметтік желінің ішіндегі бейне таспалардан өздеріне керекті, бұлардың қазір дәлел ретінде, құрал ретінде көрсетіп отырған, әңгіме қылып жаңағы арандатушылық жасап отырғаны осы жердегі ақпараттар бар. Ақпарат саласын өте жақсы пайдаланады. Мына батыста, шығыста емес, ислам әлемінде бір жаңсақ пікір, бір қателік жасалса, олардың порталдарында, олардың әлеуметтік желілерінде бірден соны жарнамалап отырады. Демек, олардың ар жағында үлкен бір күш бар. Осыны жаю. Осы арқылы халықтың арасына іріткі салу түсінігі секілді. Өйткені тәңіршінің лекциясын, дәрісін тыңдап, кітабын оқып, тәңірші болып кетті деген нәрсені біз естімейміз. Және де бұл пікірді жансақ түсінікті айтып жүрген тұлғалар да сол кеңестік кездегі өзіндік бір түсінікте оғаш пікірде болған, немесе саясатқа бір реніші бар, мысалы, қоғамнан бір өзіндік орын таппаған, мысалы, енді бұны терроризм, экстремизм деп те қараймыз. Неге? Жарылыс жасау керек. Белгілі бір заң бұзушылық орын алмаса, оны біздің заңдарда осы тұрғыдағы кішкене әлсіз ғой. Қазір бәріміз көлікпен жүреміз, жылдамдықты сәл асырайды, бірден сергек сарт еткізеді бізге. 14-4-тен есеместі күтіп тұрамыз. Ал мысалы біздің сергектер дәл солай жылдамдықты қарағандай, мынау қоғамның ішіндегі қылмыстықты, жаңағы ұрлықты, немесе бір террорист мына жақта қаруды алып, атып, мына көшеге өтіп жүрді ғой кезінде, мысалы, бізде атын айтпайық. Ондай қауіпсіздікті біздің сол сергектер сенімді түрде бере алмай тұр ғой. Сондықтан бұл заңның да осындай олқылығын, тіпті 92-дегі қабылданған діни сенімнің бостандық аясында бұлар көбі тіркеліп алды. Өзге түсініктері. Бұның ар жағында үлкен бір осы біздің жастарымыздың діндарлануына қарсы, қоғамның иманды бір қоғамның, ізгі бір қоғамның дамуына қарсы бір үлкен бір саяси іс жатыр ма деген бір түсінік тұжырыммен. Темеке сергек деп қалды, қазір енді сергектер теологтар болу керек болып тұр ғой, дін мамандары. Сол жаңа қоғамдағы түрлі ауытқушылықтарды, проблемаларды анықтап, соның шешімін табуға әрекеттену керек та. Ол оңай тірлік емес, әрине. Ол белгілі қоғам қолдауын қажет етеді, мемлекет қолдау қажет. Қазір енді республикамыздың түкпір-түкпірінде теологтар жұмыс жасап жатыр осы сала бойынша. Енді бұл жерде мынандай нелер бар да, заңда радикал көзқарасы бар адамды енді ол жаңағы әрекет жасамайынша жазалай алмайды ғой енді ол. Бір сондай насихат жасау керек, немесе бір сол көзқарасынан бір жерде бір жарылыс жасау керек деген сияқты бір әрекет болмаса, заң оған араласа алмайды, мысалы. Бірақ ондай адамдардың бары белгілі, қоғамда нақты бары белгілі. Бірақ теологтар солармен жұмыс жасайды, барып, онымен сөйлесіп, әңгіме айтып, жаңағы шайға шақырама, футбол ойнаймын, әйтеуір көңілін тауып, сонымен
дәстүрлі қалыпты исламды түсіндіруге тырысады да. Сондықтан үлкен жұмыстар атқарылып жатыр да, бұл салада да жоққа шығаруға болмайды. Енді жаңағы тәңіршілдік тақырыбы, бұл енді тәңіршілдік дегеніміз кейіннен берілген атау дедік қой, жаңағы кейіннен шыққан құбылыс. Ал енді мына діндердің өзі, дінтану ғылымында даму тарихы бар да. Бір діндер бар, олар мына аңыздық мифологиялық деңгейде қалып кеткен, оларда теология қалыптаспаған, философия қалыптаспаған. Ондай діндер, мысалы, көне гректердің діні дейміз, көне римдіктердің діні, олардың атауы жоқ. Ол солай аталады. Көне шумер діні деп, мысалы. Дәл сол сияқты көне түркілердің діні деген болды. Ол теологиясы қалыптасып, философиясы қалыптасатын үлкен бір дінге айналған жоқ. Христиандық, ислам, буддизм сияқты емес. Ал енді екеуін қатар қойып, екеуіне де рұқсат, қазір енді қабылдау әркім өз еркінде дінді, қандай дінді сонан білсе өз еркінде. Бірақ бәсекеге қабілетті емес, тәңіршілдік. Оның тарихын, оны тарихқа қарасақ та жеткілікті оның дәлелін. Дәлел келтіретін болсақ, тарихқа қарау жеткілікті. Христиандық миссионерлік әрекеттер Сібірде жүрген кезде, сол жердегі Сібірдегі түркі халықтарының көпшілігі христиан болып кетті. Қазір есімдерінің бәрі орысша. Ислам келген кезде бұл территориядағы көне дінді ұстанған, көне сенімдегі адамдар ислам дінін қабылдады. Тек қана ислам емес, оған дейінгі діндерді қабылдады түркілер. Ешқандай бір несіз. Сондықтан айтыламыз, енді бұл сол жаңағы дамыған діндердің, бәсекеге қабілетті діндерді ана қалады да, ол тарих өзі сұрыптап солай келген бүгінге солай жетті. Ал енді сол жойылып кеткен, бүгінге жетпеген тарих жаңағы қатпарларында қалған дінді қайта жаңғырту деген, ол енді мүмкін емес. Жаңа сөзімізді қайталаймыз. Ол жерде тек қана бір адамдардың көзқарасын ғана ұстану болып қалады. Ол сол сап анау ескі көне діні емес. Тәңіршілдік бәлкім бір діндар қылу емес, тәңірлік діндар қылу емес, дінсіз қылу саясаты шығар бәлкім деймін да, мәселе ислам. Себебі мынау кімнің тарихшы Серік Мәшімбаевтың сөзі бар ғой, мынау отарлаушылар ислам діні шын мәнінде ұлттық тұтастықты ұстап тұратын ғаламат күш екенін түсінді. Дінсіздік, ал керісінше сананы мәңгүрттікке әкелетін, жат өркениетке бас игізетін, және де мәдени рухани ассимиляцияға ұшыратып, надандыққа қалдырып, халықты былайша айтқанда ұлтсыздыққа душар ететін қауіпті дерт екенін жақсы білді дейді ол кісі. Міне осыдан Ресейдің шоқындыру және орыстандыру саясатын қалыптастырудағы басты мақсат осындай болды дейді. Яғни дінсіздендіру барып, сосын барып дінсіздендіргеннен кейін барып кез келген діннің немесе идеологияның былайша айтқанда сіңдіріп жіберу оңай болды деп ойлаймыз. Енді әлбетте жаңағы айтқандай, енді қазіргі уақытта тәңіршілдердің көп уәж қылатын нәрсесі салт дәстүріміз, бәрі тәңіршілдік наным сенімнен келе жатыр. Ол біздің ұлттық идентификациямыздың сақтаушысы деген нәрселерді айтады ғой. Мәселен, беташар болсын, жар болсын, қырқы дейміз, яғни жетісінен шығару деген нәрсенің бәрін енді кезінгі ескі көне біздің наным сенімнен қалған дәстүрлер ғой. Бірақ ислам діні бұған қайшы болған жоқ. Себебі исламда ғұрып мәселесі, егер де негізгі сенімдіктің мәселелерге қайшы болмаса, қабылдауға рұқсат. Оның енді бұның да пәтуасын ойлаймын, Мұхтар Әуезов жақсы беріп кеткен деп өзінің еңбегінде айтады ғой, әдебиет тарихы еңбегінде. Мұсылманшылыққа ауысқан соң қазақ биік белден асып кеткендей болды дейді. Белдің астында сол көрінбей қалып отырған дүние, ол баяғы бақсы заманның ескіліктері қалды дейді. Бергі заманға оның белгісі келсе де, жаңағы мұсылманшылық сүзгісінен өтіп келеді дейді. Яғни мұсылманшылық деген нәрсе, ислам деген өзі қазақтың даласына келген қалың бір сүзгі тәрізді деп тағы бір мақаласында айтады ғой. Содан өтіп келгендігі дейді. Немесе елдің ерекше сүйіп, соның айырыла алмағандығынан келгендігі дейді. Болмаса, не дінге кемшілік келтірмейтін әдеттер келеді деп. Соның мысалы ретінде жар-жарды айтады, беташарды айтады, осы секілді салт өлеңдер деп келтіреді. Сондықтан да қазіргі уақытта оны былайша айтқан кезде жар-жар, беташар исламда жоқ екен деп, исламды қарайлай салуға ешбір негіз жоқ деп ойлаймын. Оның пәтуасында жаңағы Мұхтар Әуезов беріп кеткен, ол мұсылманшылыққа қайшы болмағандықтан, исламның сүзгісінен өтуге рұқсат бергендіктен қалды. Сондықтан ол ислам дәстүрге ешқалай да бір қарсылығы жоқ.
Сондықтан да бұл мәселе тек қана сіз айтқандай, сіздердің айтқаныңыздай тек қана елдің арасында іріткі салып, халықты алатайдай қылып, былайша айтқанда басқа біреуге бөліп алды, билей бер саясатына құрал болып отырған дүние тәрізді. Рахмет сіздердің келіп осы жерде ой бөліскендеріңізге. Міне бізге берілген уақытта тәмам болды. Ашығын айтқанда подкастымыз осымен тәмам. Келесі бағдарламаларда күтіңіздер. Тұшымды ой айтатын ғалымдарымызды шақырамыз бұл отырысқа. Рахмет. Рахмет көптен көп.